нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің мектеп кітапханасы буккроссинг акциясын 2017-18 оқу жылдарынан бастап қолға алған болатын. Буккроссингтің басты мақсаты ол үйіміздегі оқылған кітаптарға екінші өмір сыйлау, оқырмандар арасында кітап алмастыру акциясын жүргізу, әртүрлі жастағы оқырмандарды кітап оқуға шақыру, кітапханаға оқырмандарды тарту. Алғашқы жылдары мектеп ұжымына оқушыларға кітап алмастырудың мақсатын түсіндіріп, мектеп фойесіндегі столға ұйымдастырылған бұл акция оқырмандардың қызығушылығын оятты. Осы акцияның аясында әдеби кітаптардың көптігіне байланысты кітап сөрелері қойылып, стенд жабдықталды. 2018-19 оқу жылдарында буккроссинг акциясы жалғасын тауып, кітап оқуға ыңғайлы болу үшін мектептің жасыл бақ фойесіне ауыстырылды. Бұл жер оқуға ыңғайлы болғандықтан үзіліс уақытында мектеп ұжымының қызметкерлері мен оқушылардың сүйікті демалыс орнына айналды. Буккроссинг сөрелеріне әкелінген кітаптарға журнал басталып, оқырмандарды өздері әкелген және алған кітаптарды жазып отырды. Осы арқылы өздеріне ұнаған кітаптың кімнің оқып жатқанын біліп отырды. Жаһандық пандемияға қарамастан, биылғы оқу жылында да буккроссинг бұрышынан оқырмандарды көруге болады. Олар өздеріне ұнаған кітаптарын үзіліс кезінде алып оқуда. Құсайынова Адина, жасым 11-де, Семей қаласындағы нөмір 3-6 Б сынып оқушысымын. Мен